Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Мен YouTube каналым оқырмандары. Бүгін біз осындай өте дәмді түскі асқа немесе кешкі асқа жасалатын тойымды тамақ жасайтын боламыз. Оны қуырдақ. Ол үшін мен видеомды соңына шейін бақылаңыздар. Әрі дәмді, әрі тез дайын болады. Өте дәмді болып шығады. Ең бірінші пиязымызды турап аламыз. Барлық керек заттарымызды турап дайындап аламыз. Пиязымызды турап болған соң етімізді де осылай қатты ірі қылмай, қатты майда қылмай, орташа көлемде турап аламыз. Мендегі жылқы еті өз қалауларыңызша қалаған еттеріңізді қоса беруге болады. Етімізді турап болған соң сәбізімізді де турап аламыз. Барлық керек заттарымыздың барлығын турап алдық. Енді майымызды қыздырып, қызып тұрған майдың үстіне жаңағы туралған етімізді салып, етіміз піскенше бетін жауып, бұқтырып қоямыз. Асықпай пісіретін боламыз. Етімізді салып қойдық. Етіміз піскенше жаңағы қамырымызды дайындап аламыз. Бір шай қасық тұз, оның үстіне бір жұмыртқаны салып, жақсылап тұзымыз ергенше араластырып аламыз. Оның үстіне бір пиала мұздай суымызды қойып, ұнымызды салып, қолға жабыспайтындай етіп, қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп алдық, енді 20 минутқа демалдырып қоямыз, бетін жауып. Қамырымыз илеп болған соң етіміз де дайын болды. Енді оның үстіне жаңағы туралған пиязымызды салып, тағы да пиязымыз қызарғанша, суы шыққанша бетін жауып, қуырып қоямыз. Пиязымызды қуырып болған соң дәміне қарай тұзымызды саламыз және осылай паприка ұнтағын саламыз. Тәтті, ащы емес. Оның үстіне жаңағы туралған сәбізімізді салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Қуырып алдық. Енді өзімізге керекті мөлшерде суымызды құямыз. Етімізді жауып тұрса жеткілікті. Бетін жауып, жай отта асықпай былқылдатып қайнататын боламыз. Ол кезде қамырымызды иію қанды. Енді қамырымызды оқтаудың көмегімен немесе лапша резка болса, сонымен бірге жайып аласыздар. Осылай қамырымызды жайып аламыз. Қатты жұқа қылмай, қалың қылмай, орташа көлемде жайып шығамыз. Қамырымызды жайып алдық. Енді осылай видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Туралған қамырымызды противенге салып, қызып тұрған пеште 5-7 минуттай ұстаймыз. Қамырымыз кебу керек. Міне қамырымыз осылай кеуіп шығып, сосын осылай орап аламыз да қамырымызды лапшадан үлкен қылып кесіп шығамыз. Міне қамырымызды кесіп дайындап алдық. Қамырымыз кесіп дайындап алғанша біздің суымызда, поливымызда, етімізде қайнап шықты. Енді үстіне жаңағы қамырымызды салып, жай отта будап пісіретін боламыз. 20 минут өтті. 20 минуттан кейін бетіндегі қамырларын араластырып, тағы да 5 минутқа бетін жауып қоямыз. Барлық қамырымыз толық піскенше. Қамырымыз піскенше бетіне қосатын пиязымызды турап аламыз. Өз қалауларыңызша мен көк пияз қостым. Аз көкті де укропта қоса беруге болады. Күнде бір тамақ жасай беруден жалығып, не тамақ жасарыңызды білмейтін болсаңыздар, осы тамақты жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады, әрі тез дайын болады. Үйдегі бар заттардан жасалады. Басқа артық зат қоспайсыздар. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Бізге ас болсын, келесі видеода жолыққанша.